Армысыздар алқалы ағайын, ұлысаптаның айтары бұл жолы да салмақты, түйіні тобықтай. Анонсты тізбектесек. Өтер дәурен, көшер дүние, экс-президент енді елбасы емес. Назарбаевтың отбасы енді заңмен қорғалмайды. Мәжілісмендер мандатын қимай жүр. Аймақтағы шал-шауқан Астанаға келе жатыр. Жаңа Қазақстанның жаңа тағайындаулары. Назарбаевқа ода айтып жағымпазданғандар жоғары тағайындау алып жатыр. Қазақтар Бучаның қақ ортасынан күйіз үй тікті. Ал Кремль мұны жақтырмады. Билікке тиіспе, көлігің өртенеді немесе алда келе жатқан мәжіліске сайлау қызық болатын сияқты. Ал сіздер өз депутаттарыңызды таңдауға дайынсыздар ма? Көріңіздер, жазылыңыздар, ой қосыңыздар. Осы 7 күндікте саяси сахнаның көрігін қыздырған маңызды оқиғаларға толы болды. Бұл жай сөз аудырысы қазақстандықтардың 30 жыл бойы түсіне кірмеген оқиғалары әрі қарай жалғасуда. Тұңғыш президент елбасы туралы заң күшін жойды. Арнайы қаулыда 2022 жылғы 5 маусымдағы республикалық референдумда білдірілген Конституциядан 46 баптың 4 тармағы мен өзге де нормаларды алып тастау туралы Қазақстан халқының еркіне негізделе отырып, қазіргі уақытта Конституцияда тұңғыш президент елбасы туралы конституциялық заңның Қазақстан Республикасында қолданылатын құқықта сақталуына құқықтық негіздер жоқ деп тану қажет. Осыған байланысты оның күші жойылады деп танылуға жатады. Конституцияның 74 бабының 3 тармағына сәйкес нормативтік қаулы қабылданған күннен бастап күшіне енеді. Республиканың бүкіл аумағында жалпыға бірдей міндетті, түпкілікті болып табылады және шағымдануға жатпайды делінген. Ал осы тарихи қаулы парламент палаталарының бірлескен отырысында 13 қаңтар күні шығарылды. Сәл бір күн бұрын шығарылғанда ғой деп ойлап қалдық. Символикалық мәні болар еді. Қалай дейсіз бе? 12 қаңтар күні күллі қазақтың алғысына ие Дінмұхамед Қонаевтың туған күні. Ал Қонаевтың қолында билігі бар кезде есепсіз пайдаланған Назарбаев таққа отырған соң оны қалай елеусіз қалдырғанын тарих ұмытпайды. Ұрпақтың есіне салады да отырады. Табалаудан аулақпыз десе де, осы оқиға экс-президенттің сол күнәларының бір өтеуі болуы да мүмкін. Өйткені тарих қайталанады. Қайталанғанды жақсы көреді. Бұл аксиома. Қош, халық қалаулыларының алдына шығарылған тарихи заңның жобасы 2 оқылымда да мақұлданды. Мәжіліс депутаты Ерлан Сайыров тұңғыш президент елбасының мәртебесі мен өкілеттігі республика конституциясымен және конституциялық заңмен айқындалады деген норманы көздейтін 46 баптың 4 тармағы алынып тасталды деп қадап айтты. Оның сөзінше жеке топтардың билікті меншіктеуге жетелейтін қандай да бір тетіктерге жол бермеуі маңызды. Сондықтан мәжілістің бір топ депутаттары халықтың басым көпшілігінің сұранысын ескеріп, аталған заң жобасын ұсынды. Осылайша, жаңа Қазақстан депутаттық тобы аталған мәселеге қатысты Конституциялық сотқа жүгінді. Конституциялық сот бірінші президент елбасы статусы жөніндегі заң еліміздегі жаңа ата заңына сәйкес келмейтіндігі жөнінде шешім шығарды. Елбасы туралы заңның күшін жою кезінде мәжіліс пен сенаттан 136 депутат дауыс берді. Кезінде елбасы статусын енгізіп қолпаштаған барлығы бірдей заң күшін жоюды жақтады. Аса мәртебелі елбасы, сізге құрметті сенатор мәртебесін беру тек жоғарғы палата үшін ғана емес, жалпы биліктің заң шығарушы тармағы парламент үшін үлкен абырой мәртебе деп түсінеміз. Билік мұнымен шектеліп қалған жоқ. Назарбаевты құрметті сенатор мәртебесінен де айырды. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бұған дейін құрметті сенатор атағы бір-ақ адамға берілгенін, енді заңдарда құрметті сенатор деген атақ болмайтынын айтты.
өтті. Сенат регламентіне өзгеріс енгізілді. Осы регламентті қарап өзгерткенде алып тастадық. Бұған дейін ол бірақ адамға берілді. Енді мұндай атақ ешкімге мүлдем берілмейді. Өйткені қазір бізде ондай құқықтық негіз жоқ, деді Әшімбаев. Билік қателіктерін түзеп жатқан сияқты. Демократиялық қоғамға қадам басқан ел осылай болса керекті. Ал сол кезде Назарбаев барлық депутаттарға қолдау көрсеткені және еңбегін жоғары бағалаған үшін алғыс айтқан еді. Бүкіл халық қалаулылары орындарынан тұрып құрмет көрсеткен. Көз алдымызда әлі. Көпшілігіңізбен соңғы 30 жыл бойы бірге жұмыс істеп келеміз. Біз көптеген қиындықты бірге өткердік. Маған құрметті сенатор мәртебесін беру туралы шешім қабылдағандарыңыз үшін шынайы ризашылығымды білдіремін деген еді сол кезде Нұрсұлтан Назарбаев. Бүгін сенатқа арнайы келіп өздеріңізбен жүздескеніме өте зор қуаныштымын. Осы аласапыран 30 жылдың ішінде көпшіліктерімізбен бірге келе жатырмыз. Қуанышты да, қиыншылықты да бірге өткізіп, елменен жұртпен бірге қызмет істеп, еңбегімізді сіңіріп келе жатсыз. Мен әдейі осындай екі палатты парламент құрып, заңды сөзбеден өткізіп, өңірлердің ойын ескеру үшін жасадым. Бүгінгі істеп отырған шара маған құрметті сенатор мәртебесін беру шешімін қабылдағандарыңыз үшін шын жүрегімнен ризашылығымды білдіремін. Бір қызығы сол кезде қазіргі президент Тоқаев сенаттың төрағасы болатын. 2019 жылы. Гуглдатсаңыз көресіз. Демек, әлгі құрметті сенатор атағын экс-президентке беру туралы қаулыға қол қойған Тоқаевтың өзі еді. Түсіне алмайтын ештеңесі жоқ. Сыйға сый, сыраға балдың нақ өзі. Қалғанын өзіңіз топшылай беріңіз. Ал осындай масқара шешімдерден соң экс-президенттің нақты қандай иммунитеті қалды? Депутат Арман Қожахметов былай жауап берді. Конституцияның 46-шы бабына сәйкес президентке, экс-президентке оның абыройы мен қадір қасиетіне ешкімнің тиісуіне болмайды. Одан бөлек президент, экс-президенттің де және оның отбасын қамтамасыз ету, оларға қызмет көрсету және қорғау мемлекет есебінен жүзеге асырылады. Мұнымен келісеміз, өйткені өркениетті мемлекеттердің де заңында қамтылған бұлар. Белгілі бір деңгейде сыйлауымыз да керек, тек артық болып кетпесін. Ал егер Нұрсұлтан Назарбаевтың қаңтар оқиғасына қатысы болса, 46-шы бапқа сүйене отырып, оны қылмыстық жауапкершілікке тартуға бола ма деген сұрақ қойылды. Меніңше болады деп жауап берді Қожахметов. Ал мәжілісмен Айдос Сарымның айтуынша бұл жаңа заңдық жағдай. Назарбаевтың туыстарын бұрын прокуратура тексере алмайтын. Енді олар сіз бен біз сияқты қарапайым азаматтар. Бүгін біреуді көлікпен қағып кетсе жауап береді. Бұрын жасалған қылмыстар болса, оны конституциялық сот дәрежесінде шешу керек. Депутат Ерлан Сайыров егер туған туыстарының заң алдында жауапкершілігі болса, олар заң алдында жауап беруі қажет екенін айтты. Экс-президентті қатарымызға қостық. Енді ол Хаменовалар мен Мәди Ахметовтер айтқандай ерен тұлға емес, кемеңгер, ғұлама емес, жай ғана экс-президент зейнеткер болды. Айтпақшы, ойда тұрған бір түйініміз бар еді. Сізді қайдам біз байқадық. Өткен аптада бас прокурор Берік Асылов та, күні кеше Мәулен Әшімбаев та парламенттің кулуарында журналистердің сан түрлі сауалдарына жауап қатты. Жауап бермеске жандарын қоймадық. Олар Назарбаев туралы нақтылауды қажет ететін сауалдарға да жауап беруге тура келді. Сонда тағы бір халық мәтелінің растығына көзіміз жетті. Жыланды жеті балталасаң да кесірткелік жаны бар. Өйткені Асылов та, Әшімбаев та, Назарбаев десе тілдерінен сүрініп, кібіртіктеп, жүрістерінен жаңыла берді. Байқап көріңіз. Ал жаңа Қазақстанның жаңа тағайындаулары әрі қарай жалғасуда. Қазақстан Республикасы Сенат аппаратының басшысы болып Максим Спаткай тағайындалды. Бұл тағайындаумен қоса мына видеоға назар сала кетсеңіз. Кезінде 30 жыл билікте отырған Назарбаевтың кеткенін өкінішпен айтып, қазақ мемлекетін құрушы деп мақтағанда осы Спаткай еді. Түйінді өздеріңіз жасай беріңіздер.
Для каждого молодого человека, для каждого казахстанца, гражданина нашей страны, Нурсултан Назарбаев не просто президент, он отец-основатель нашего Казахстана, отец-основатель независимой республики. Можно с уверенностью сказать, что на осколках Советской империи он создал абсолютно новую страну, у которой есть международный авторитет, которая зарекомендовала себя как мощное, стабильное, политически стабильное государство. Сегодня Казахстан знают во всем мире, и это во многом связано с именем первого президента Казахстана, с именем главы государства. Для всех нас, безусловно, имя Нурсултана Назарбаева будет навсегда вписано в историю независимой страны. Айтпақшы, осы аптада Назарбаевтың ауылдастары, яғни шамалғандықтар наразылыққа шықты. Назарбаевтың атақ даңқын сыпырып алғанымыз үшін емес, газ бағасының еселеп өсіп кеткеніне шағымданды олар. Осы айда не үшін тариф, неге двойной шықты? Неліктен өткен айда газ үшін 10 мың теңге төлегендер осы айда 20 мың теңге төлейді дейді тұрғындар. Былтырда қаңтардағы оқиға газ бағасынан басталған. Газ бағасының ескертусіз өсіп кеткені туралы деректі әр жерден құлағымыз шалып қалған. Сондықтан билік бұған да назар аударуы тиіс деп санаймыз. Сенаттың жартысына жуығы жаңарды. Әр аймақтан 3-тен 5-ке дейін 55-тен аса депутат сынға түсті. Оларды өңірлердегі мәслихат депутаттары таңдады. Шолып шықтық 50-ден жоғары дауыс жинағандарды. Кіл бұрынғы шенеуніктер мен сенаторлар. Бұл сайлау өңірлерге сыймай қалған шенділерді Астанаға көшіру операциясы сияқты. Басқа балама тілімізге оралмай тұр. Мысал керек пе, Шымкентте 76,7% дауыс жинап, қазіргі сенатор Нұрлан Бекназаров жеңіске жетті. Алматы облысында сенатор Жанболат Жөргенбаев 83,2% дауыс жинап жеңіске жетті. Атырау облысында Атырау облыстық мәслихатының хатшысы Әлбек Нәутиев 68,6% дауыс жинады. Батыс Қазақстан облысында Батыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Арман Өтеғұлов 74,7% дауыс жинады. Қостанай облысында Қостанай облысы әкімі аппараты бас басқармасының бірінші орынбасары Ғауез Нұрмұхамбетов 83,1% дауыс жинады. Барлығы осы спектакль, жеркенішті тіпті биліктің ойыны. Енді 12 наурызда парламент мәжілісінің депутаттарын сайлайтын сияқтымыз. Бұл саяси шараны өткізуге қазынадан 42 миллиард теңге жуық қаражат бөлінбек. Ойлаңызшы, 42 миллиард, яғни бір депутаттың құны $1 миллион. Ал мәжіліс сөзсіз тарайды. Ал орындағымен қоштасатын депутаттар не дейді екен? Парламенттегі көңіл күйді депутаттардың өздерінен де байқауға болады. Жарлық жақындаған сайын жарғақ құлақтары жастыққа тимей көзге көрініп қалғысы келіп жатқандар бар. Келесі сессияға ілінбейтінін сезетіндері сауалға селқос жауап береді. Сайлау жақындаған сайын нешеен түрлі шытырман оқиғаларға куә болармыз. Қызық пен шыжық алда сияқты. Бұл орайда әр облыс бір мандаттық жүйе бойынша да өз депутатын таңдай алатынын атап өткіміз келеді. Оян қазақ деп кезінде Міржақып Дулатов айтып еді. Құрметті халайық, оянайық. Енді жата берсек болмас. Сайлауға қатысып, өз депутаттарыңызды таңдаңыздар. Өзгерістің басы сол болуы мүмкін. Қашанғы осылай отыра беруге болады. Биліктің әлегі биыл біте қоймас. Жыл бойы ресейлік шовинистерден қалып едік, енді халық болып тілеуін тілеп отырған Украина жақтан да жел соқты. Ресеймен қадам жер үшін жан алысып, жан берісіп жатқан мемлекеттің журналисі Дмитрий Гордон бүйдепті. Ресей Қазақстанды оп-оңай жеңер еді. Бұл сонда қазақта елін қорғайтын, жерін қорғайтын ердің жоқ дегені ме? Армиясының әлсіз дегені ме? Әлемнің екінші әскеріне тойтарыс беріп, рухы мықты болса да, аюды да ауыздықтауға болатынын өз елі көрсетіп отырғанда, Гордонның бұл қайсасқаны. Ресей Қазақстанға кірер еді де бағындырар еді. Бірақ қазір оның күші жоқ. Екі майданда соғыс ашарлық, қазір онда хәл жоқ.
Біз олардың шамасын бітірдік депті Гордон. Рас, Ресейде қазір 2 майдан нашар қуат жоқ, алайда Қазақстанды кемсітуге де Гордонға ешкім құқық берген жоқ. Оның бұл сөзін естіген қазақ ұлтшылдарының біразі тұлағанымен біразі келіскен сыңай танытты. Журналистің пайымдауынша Путин кеңес одағын қалпына келтіруді аңсайды. Путин кемінде Украина, Ресей, Беларусь пен Қазақстанды біріктіргісі келеді. Шамасы келсе Өзбекстан, Тәжікстанды қосып алуға асық. Әлбетте Балтық елдері өз жөнімен кетті. Бірақ Грузия, Армения, Әзербайжан да оның ойында бар. Осы елдің бәрі ол үшін кеңес одағы, дейді ол. Дмитрий Гордон сонымен бірге бүкіл посткеңестік елдер Украинаға алғыс айту керектігін атап өтеді. Егер біз болмасақ, олар сіздерге барар еді, дейді журналист. Жау жағадан алып жатқанда бөрі болып, етектен тартқанда жарамас. Алайда Қазақстан билігі Украин журналистіне жауап қатуы тиіс. Қаңтар басында Украинаның Киев облысында Ресей басқыншыларынан қатты зардап шеккен аумақтардың бірі Бучада Низламносты, яғни мызғымастық пункті ашылған еді. Қазақ киіз үй ішіне орналасқан пункт тұрғындарға қыс кезінде жарық пен жылу болмаған шақта тұрғындар келіп, жылынып, телефондарын қуаттап алу үшін ашылған. Бұған дейін қазақ үйді қазақстандық кәсіпкерлер мен Украинадағы қазақ диаспорасы өкілдерінің тіккені хабарланған еді. Мұны естіген Ресей сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Мария Захарова Қазақстанды Бучадағы қазақ үйге байланысты түсініктеме беруге үндеген еді. Ресей Қазақстан одақтастығына нұқсан келмес үшін ресми Астананың оған түсініктеме бергені абзал деген еді Захарова. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров бұған былай деп жауап берді. Киіз үй қойылды, бұдан қандай проблема туындады? Қойылды, көмек көрсетілді. Бұл жеке қазақстандық компаниялардың бастамасы. Өздері жинап, өздері апарып, өздері көмектесіп жатыр, деді Смадияров. Ал оның айтуынша Қазақстан жағы киіз үйге қатысты арнайы комментарий беруді хош көрмейді. Қазақстанда 300 мыңға жоқ украин барын, Украинада да қазақ диаспорасы барын еске салған министрліктің ресми өкілі. Әрине, Украинада жағдай қиын, сондықтан бұл ақпарат мүмкін басқаша көрініп жатқан шығар. Бірақ біз одан ешқандай мәселе көріп тұрған жоқпыз, деді. Они во дворе жилого дома подожгли машину, она могла взорваться здесь. Здесь могли бы быть жертвы. Сволочи. Соңғы жаңалығымыз өкінішке орай жақсы емес. Күні кеше белгісіз біреулер журналист Динара Егеубаеваның Алматыдағы үйінің алдында тұрған көлігін өртеп жіберді. Егеубаева тікелей эфирде мұны өз өміріне жасалған қастандық деп санайтынын мәлімдеді. Желтоқсан айының соңында Егеубаева және тағы бірнеше белсенділер 6 қаңтар блогын құрып, бір мандатты округтердегі мәжілістің кезектен тыс сайлауына қатысуға дайын екендіктерін мәлімдеген еді. Ұлыс аптадағы айтарымыз осы: билігіміз адал, беделіміз биік болсын деген тілекпен бұл жексенбіні қорытындыладық. Арнамызға жазылып қойыңыздар, ой қосып отырыңыздар. Қош, сау болыңыздар, ұлыстың көрермендері.